Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Омарова Гүзат Хамитовна, нөмір 1 жалпы білім беретін мектебінің математика пән мұғалімімін. Бүгінгі тақырыбым квадрат теңдеу түбірлерінің формуласын. Квадрат теңдеу түбірлерінің формуласын табу үшін біз дискриминантты қолданамыз. Дискриминантты табу үшін мына формуланы пайдаланады екенбіз. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac. Енді дискриминант егер 0-ден үлкен болып жатса, онда екі түбір бар. Түбірлерді мына формула арқылы есептейді екенбіз. Бірінші түбірді табу үшін 2адан минус b плюс түбірасты дискриминанттен. Екінші түбірді табу үшін 2адан минус b минус түбірасты дискриминант арқылы табады екенбіз. Егер дискриминант 0-ден кіші болып жатқан жағдайда, онда оның түбірі жоқ. Үшінші жағдай дискриминант 0-ге тең болса, онда бір-ақ түбір болады. Мына бір түбір ғана мына формула арқылы есептейді екенбіз. 2адан минус b формуласы арқылы есептейді екенбіз. Енді осыны мысалдар арқылы қарастырып көрейік. Бірінші мысал, бізде берілсін 2x квадрат қосу 3x азайту 5 тең 0 квадрат теңдеу берілсін. Осының түбірлерін табу үшін біз дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac формуласына саламыз. Енді бізде мына жерде a деп отырғанымыз x квадраттың коэффициенті 2-ке тең екен, b деп отырғанымыз x-тің коэффициенті 3-ке тең екен, c деп отырғанымыз бізде бос мүше ол минус 5-ке тең болады екен. Енді мына формула арқылы табайық. b-ның квадраты дейді, яғни мына жерде 3-тің квадраты азайту 4 көбейту a деп отырғанымыз 2-ке, көбейту c деп отырғанымыз минус 5-ке тең болады екен. Сонда 3-тің квадраты 9, минус 4-ті плюс минус түбірасты дискриминантқа тең екен. Ендеше орнына қойайық. 2a деп отырғанымыз 3-ке тең, минус b деп отырғанымыз 3-ке тең, плюс минус түбірасты 49 дегеніміз ол бізде 7-нің квадраты екен. Ендеше минус 3, 7-нің квадратынан бізде 7 түбірде шығады екен. Енді екеуін қосатын болса 4 шығады, яғни 6-тан 4-ті қысқартамыз, 3-тен 2 болады екен. Екінші түбіріміз қосатын болсақ, минус 6-тан 10 болады екен, оны қысқартатын болсақ, 3-тен 5 шығады екен. Міне, 2 түбірді тауып отырмыз. Дискриминант 0-ден үлкен болған жағдайда, нөлден үлкен болған жағдайда бізде 2 түбірі бар екен. Бірінші түбірін таптық 3-тен 2, екінші түбірі минус 3-тен 5-ке тең болады екен. Келесі мысалды қарастырайық. Бізде келесі мысал 25x квадрат минус 10x, 25x квадрат минус 10x қосу бір түріндегі квадрат теңдеу беріліп тұр. Енді бізде a деп отырғанымыз коэффициенттерін жазып қояйық өздеріне жеңіл болу үшін. b деп отырғанымыз минус 10-ға, c деп отырғанымыз 1-ге тең болады екен. c деп отырғанымыз бос мүше. 2a деп отырғанымыз 25-ке тең екен, минус v деп отырғанымыз минус 10-ға, яғни плюс 10 болып кетеді, 50, яғни 5-тен 1-ге тең болады екен. Бірақ түбір шығады екен. Келесі мысалды қарастырайық. 9x квадрат азайту 3x қосу 2 тең 0 квадрат теңдеу беріліп тұр. Енді дискриминант арқылы шешеміз. Дискриминант тең болады. Бірінші коэффициенттерін жазып қояйық. a 9-ға тең, b деп отырғанымыз минус 3-ке тең, c деп отырғанымыз 2-ке тең екен. a деп отырғанымыз x квадраттың коэффициенті, b деп отырғанымыз x-тің коэффициенті, c деп отырғанымыз бос мүше. Енді дискриминанттың формуласына салып шығарайық. b деп отырғанымыз минус 3-ке тең,
азайту 4, көбейту а деп отырғанымыз 9-ға тең, с деп отырғанымыз 2-ге тең екен. Минус 3-тің квадратынан 9 шығады, азайту 4 жерде 2, 8, 8 жер 9. Енді бізде а деп отырғанымыз коэффициенттерін жазып қояйық өздеріне жеңіл болу үшін. Б деп отырғанымыз минус 10-ға, с деп отырғанымыз 1-ге тең болады екен. С деп отырғанымыз бос мүше. Енді дискриминанттың формуласын қолданайық. Б квадрат минус 4а с. Б деп отырғанымыз минус 10-ға тең болады. Минус 10-ның квадраты азайту 4 көбейту а деп отырғанымыз 25-ке, с деп отырғанымыз 1-ге тең. Сонда минус 10-ның квадратынан 100 шығады екен. Азайту 25-ке 4-ке көбейтсек 100 шығады екен. Яғни 0-ге тең. Дискриминант 0-ге тең болса, бізде тек бірақ түбір бар. X бірді 2адан минус в формуласына салады екенбіз. 2а деп отырғанымыз 25-ке тең екен. Минус в деп отырғанымыз минус 10-ға, яғни плюс 10 болып кетеді. 50, яғни 5-тен 1-ге тең болады екен. Бірақ түбір шығады екен. Келесі мысалды қарастырайық. 9х квадрат азайту 3х қосу 2 тең 0 квадрат теңдеуі беріліп тұр. Енді дискриминант арқылы бірінші коэффициенттерін жазып қояйық. А 9-ға тең, Б деп отырғанымыз минус 3-ке тең, С деп отырғанымыз 2-ке тең екен. А деп отырғанымыз х квадраттың коэффициенті, Б деп отырғанымыз х-тің коэффициенті, С деп отырғанымыз бос мүше. Енді дискриминанттың формуласына салып шығарайық. Б деп отырғанымыз минус 3-ке тең, азайту 4, көбейту а деп отырғанымыз 9-ға тең, С деп отырғанымыз 2-ге тең екен. Минус 3-тің квадратынан 9 шығады, азайту 4 жерде 2, 8, 8 жер 9, 72. Бұдан минус 63. Минус 63 тұр екен. Бұл бізде 0-ден кіші ендеше бұның түбірі жоқ болады екен. Түбірі жоқ болады екен. Міне сендер мына формуланы жақсылап жаттап алулар керек. Бұл формуланы жаттап алсаңдар, есепті шығару жеңіл болады екен. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.